тілек айтып, топқа бөлініп алайықшы. Келіңдер, барлығыңыз мына жерге келіңдер. Бір-біріңізге тілек айтып береміз, жарай ма? Дөңгелек тұрыңдар, дөңгелек. Дөңгелек тұрамыз. Бір-біріңізге тілек айтамыз, жақсы тілек айтамыз. Осыңа. Дауысын шығарайық. Сабақтар үздік бол. Үздікке алқа. Сүйіктіліктен десін. Күлдеп бол. Денсаулығың жақсы болсын. Жарайды, өте тамаша. Енді барлығымыз топқа бөлініп алайық. Бірінші, екінші топ. Бірінші топтар мына жерде, екінші топтар мына жерге тапсырма берген жерде бөлінеміз. Жарай ма? Отырыңдар. Барлықтардың орындарына отыра қойыңдар. Бүгінгі тапсырмамызды бастамас бұрын ең алдымен өткен сабақты пысықтап алайық. Оқушылар бері қараңдар. Енді сендерге тапсырма анимациялық ертегілер, ойындар, модульдерді құрастыруға арналған программаның атауы қандай еді? Қандай атауы? Скретч программасы. Скретч программасында жоба жасаған кезімізде ең алғашқы блокты қай блоктан аламыз? Оқиғалар жарайсыңдар, өте тамаша, жарайсыңдар. Өте тамаша. Екінші сұрақ, кейіпкердің атауы қандай еді, оқушылар? Атауы Скретч программасында Спрайт, жарайсың, өте тамаша. Кейіпкердің костюмын өзгерту дегеніміз не? Еске алсақ? Жарайсың, өте тамаша. Оның қозғалысын жасау. Енді бүгінгі тақырыпты ашу үшін біз кейбір сұрақтарға оқпау программасында жауап беруіміз керек. Бірақ қол көтеріп шығып жауап береміз, жарай ма? Кел. Дұрыс жауап беруге тырысамыз, жарай ма? Есік алдында емен ағашы бар. Емен ағашында 3 өрік өсіп тұр. Біржан бір өрікті жұлып алды, ал неше алма қалады? Өспейді, сонда не болады? Жарайсың, өте тамаша. Аймыр мен Санжар екеуі 4 сағат қатарына шахмат ойнады дейді. Олардың әрқайсысы неше сағат шахмат ойнайды? Жарайсың, өте тамаша. Кел. Қайсысы жеңіл? 1 килограмм мақта жеңіл ма, әлде 1 килограмм қағаз жеңіл ма? Екеуі бірдей, сонда не болады? Жарайсың, өте тамаша. Торда 12 қыз отыр дейді. Одан екеуі ұшып кетті. Торда қанша құс қалды? Торда қанша құс қалды? Қанша құс қалды? Ойлан, тордың ішінде 12 құс бар. Оның екеуі ұшып кетті. Торда құс қала ма? Жоқ, сонда неше болады? 12 болады, 12 болады. Жарайсың, өте тамаша. Бүгін біздер қалай таптық тапсырманы? Ойымызбен? Ойымызбен таптық. Ойымызбен ойлап арқылы таптық. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты логикалық сұрақтармен таптық. Бүгінгі тақырыбымыз біздің логикалық операторлар. Дәртелерімізде бүгінгі күннің жарын жазамыз. Бүгін үйренетініміз оқудың мақсаты логикалық операторлар қолдана білеміз және қазақтың мақсаты логикалық операторлар арқылы ақиқат немесе жалған екен ұғымдармен танысып, оларды скретч программалау ортасында жұмыс жасап көретін боламыз. Түсіндік па? Тақырып жазып алайық. Енді тақырып түсініп алайық. Бүгінгі тақырыбымыз логикалық операторлар.
логикалық операторлар өзінің және немесе емес деген логикалық операторлармен байланысты. Ол иә немесе жоқ, қарапайым немесе күрделі, ақиқат немесе жалған екенін бізге анықтап береді. Бұл біздің операторлар блогымыздың 10 блогымыз бар еді осы Create программасы. Сол блогтың бүгін біздер танысатынымыз операторлар блогы. Операторлар блогында логикалық операторлар және арифметикалық операторлар орналасқан. Енді логикалық операторлар және немесе емес арқылы біз болып жатқан құбылыстың ақиқат немесе жалған екенін анықтай аламыз. Логика ол ғылыми күнделікті өмірімізде де маңызды рөл атқарады. Біз көптеген жерлерде өзіміз шешім қабылдауымыз керек, иә немесе жоқ деген шешімді өзіміз қабылдауға тырысуымыз қажет етеді. Логикалық операторлар және немесе емес, және екі пайымның екеуі дұрыс болса, онда нәтиже дұрыс болады. Егер екі пайымның екеуінің біреуі дұрыс болмаса, онда нәтиже қате болып есептеледі екен. Ал немесе логикалық операторларды пайдаланған кезінде екі пайымның біреуі дұрыс болса, онда нәтиже дұрыс болып есептеледі. Егер емес логикалық операторын пайдалансақ, онда екі пайым дұрыс болмаса да нәтиже дұрыс емес деп шығарып береді екен. Енді екіншісі арифметикалық операторлар. Арифметикалық операторлар ол қарапайым математикалық амалдардан тұрады екен. Қандай амалдар ол математикалық амалдар? Қарайсыңдар, өте тамаша. Арифметикалық операторлар қосу, азайту, бөлу, көбейту мәселелерді шешуге мүмкіндік береді екен. Одан кейінгі келесі өтетініміз ол салыстыру операторы. Ол да біздің операторлар блогында орналасқан. Салыстыру операторы бір мәннің екінші мәннен үлкен, не болмаса бір мәннің екінші мәннен кіші, не болмаса екі мән теңдіктерін оларды анықтап береді екен. Енді сендерге топтық тапсырма. Жаңа кім бірді алды, кім екіні алды? Бірді алғандар мына жерге жиналамыз, екіні алғандар мына жерге жиналамыз, сосын мына тапсырманы орындаймыз. Екі пайымда сұраса нәтиже, екі пайым болса нәтиже, Жоғарысына екінші толық деп жазып жүріңдер. Сендер жоғарысына бірінші толық деп жазып жүріңдер. Апайымыз болды. Орында болдық па? Жарайды, қай өзден бұл? Логикалық операторлар Және немесе емес. жарайды, өте тамаша. Ал салыстыру операторлар Кіші болмаса қосу, азайту, көбейту, бөлу дейді. жарайсыңдар, өте тамаша. Екінші топ дұрыс орындапты. Келіңдер, орындарына бара қойыңдар. Бірінші топ. Ал сендер тапсырып жүріңдер. Екі пайым дұрыс болса, нәтиже дұрыс. Иә. Емес логикалық операторларды пайдаланған кезде екі пайымда дұрыс болса, онда дұрыс дейді. Ол қате біріншісі қате орнауын тапқан екенсіңдер. Немесе Екі пайымның біреуі дұрыс болса, нәтиже дұрыс. Иә, бұл немесе логикалық операторларын пайдаланған кезімізде екіншісі де дұрыс емес. Үшіншісі және екі пайымның біреуі дұрыс болса, нәтиже дұрыс дейді. Ол дұрыс екен. Үш сұрақтың екеуі қате, біреуі дұрыс. Балдар, топтың оқушылар отыра қойыңдар орындарына. Енді бүгін біздер логикалық операторлар блогымен жұмыс жасап, Scratch программасымен жұмыс жасап жүрміз. Scratch программасымен жұмыс жасап, логикалық операторлардың немесе логикалық операторын пайдаланып, біз Scratch программасымен жұмыс жасаймыз. Білеміз ғой, иә? Жарайды. Барлығымыз Scratch программасымен жұмыс жасап, кейіпкер таңдаймыз. Яғни бірінші қызды кейіпкерді бастаймыз. Кейіпкерді мынадан аламыз. Бірінші
кейіпкерлер кітапханасынан бейбіт аламыз барлығын. Кейіпкерлер кітапханасы, міне, кейіпкерлер кітапханасынан бейбіт аламыз. Бірінші кейіпкерді таңдаймыз. Мына кейіпкерді. Мысықты сөндіріп тастаймыз. Біріншісін. Бәріміздің қазақша қойдым. Ең бірінші мына жерде төменде кейіпкерлер кітапханасынан кейіпкерімізді аламыз. Кейіпкерді таңдап бірінші кейіпкерді. Мына бейбіт алып. Алдым. Мына бас секрет. Бұдан кейін сенсорлар блогына кіреміз оқушылар. Басылған кезде дегенді алдық па бәрі? Сен кімсің дегенді аламыз. Бірақ бізге қандай не керек? Астана атауы қандай дейсіңдер? Басқару блогынан егер онда деген циклдық алгоритмді аламыз. Енді біздің операторлар блогын пайдалануымыз керек. Немесе деген логикалық операторларды пайдаланамыз. Және оны салыстыру операторларының командасын пайдалануына өткендегі жауап дегенді алып қоямыз. Алматы деген кезде ол қате деу керек. Қате деп айту керек ол. Алматы дегенде қате деп, одан кейін Астана деген кезде ол жауапты дұрыс деп жауап беру керек дейміз. Циклдық алгоритмнің командасын және қайтадан аламыз. Иә, дұрыс деп айту керек. Бәрін жасап алайықшы осыны. Болдық па? Сол жерде тілді ауыстырып алып, Астанамыздың атауы қандай? Астананың атауы қандай? Енді біздер оқиғалар блогынан, басқару блогынан егер онда деген циклдық алгоритмді аламыз. Енді біздің операторлар блогын пайдалануымыз керек. Немесе деген логикалық операторларды пайдаланамыз. Және оны салыстыру операторларының командасын пайдалануына өткендегі жауап дегенді алып қоямыз. Алматы деген кезде ол қате деу керек. Егер ол Астана деген кезде ол жауап беру керек. Келмек орнына Алматы дегенде қате деп, одан кейін Астана деген кезде ол жауапты дұрыс деп жауап беру керек дейміз. Циклдық алгоритмнің командасын және қайтадан аламыз. Ол операторлар блогының пайдаланамыз. Салыстыру операторы сенсорлар блогына жауапты аламыз. Бұл жерге ол не қылу керек? Астана деу керек.
жауап беру керек. Ол не дейді? Иә, дұрыс деп айту керек. Енді мынаны тексеріп көрейік. Біздің жасыл жалаушаны басқан кезімізде жасадық па? Бәрін жасап алайықшы осыны. Болдық па? Сол жерде тіл ауыстырып алып, астанамыздың атауы қандай? Астанамыздың атауы қандай деп жаз. Сейчас сенсорлар блогына кіреміз. Жарайсың. Егер онда дұрыс, енді біз операторлар блогын пайдаланамыз. Операторлар блогына немесе логикалық операторларды пайдалана отырып, біз Қазақстанымыздың астанасын табатын боламыз. Енді операторлар блогына келші. Немесе операторлар блогына алшы, немесе. Егер ол дұрыс айтса, иә деп жауап береді, не болмаса қате айтса, онда жоқ, дұрыс емес деп жауап береді. Жарайсың, өте тамаша. Енді тең. Егер ол Алматы десе, онда ол қате деп жауап береді. Егер ол Астана десе, онда біздің Қазақстанның бас қаласы Астана екен. Жарайсың. Енді тең келісін алып. Жарайсыңдар, өте тамаша. Оны мына жерге орналастырамыз. Сенсорлар блогына жауап деп жазып отырмай, сенсорлар блогына жауапты дайын жауапты аламыз. Мына жерге келіп, сенсорлар блогына кіреміз. Жарайсыңдар, өте тамаша. Сенсорларға келіп. Көріп тұрсыңдар ғой, немесе логикалық операторларды пайдалана отырып, біз скрипт программасымен жұмыс жасап жатырмыз. Кетті дайындалмайтын кірміз. Қазақстанның астанасы қай қала деп жаз, мына жерге бет-бет. Бет-бет жазсаңшы. Иә, енді мына жерге жасап. Жарайсыңдар, ұлдарға хат жасап жатыр. Қазақстанның астанасы қай қала деп жазылады. Астанамыздың атауы қандай? Жарайсың, өте тамаша. Енді біріне Алматы, біріне Астана деп жазылма, елдің болма. Жарайсыңдар. Енді біз тексеріп көреміз. Жасыл жалаушаны басқан кезімізде Астанамыздың атауы қандай деп тұр. Біз Алматы деп жазып көрейік. Міне, Астана деген кезде, иә, дұрыс деп жауап береді екен. Көрдіңдер ме? Алматы десек, онда ол қате деп жауап береді. Біздің не бойынша? Иә, дұрыс. Неге де? Мені орналастырып. Мынаны орналастырып. Жасуа. Мынаны орналастырып. Сол кезде сенің жауабың дұрыс шығады. Егер онда айтты сен алмайсың, онда аласың. Егер онда дегенді аламыз. Бұл біздің циклдық алгоритмнің командалары әрқашан қайтамыз. Деп айту келбет болған кірі. Екіншісі мәселеге қате деу керек. Біріншісінде Алматыны жазсақ, ол бізге жауап бермеді. Екіншісінде Астананы жазғанда ол иә дұрыс деп біздің бейіміміз не қылып тұр? Жауап беріп тұр. Кімдікі шықты? Егер онда деген жағдай. Немесе мына жерде. Мына жерге теңіп белгісін қоймадыңдар? Қалай бұл жерде? Мына жерге сенсорлар блогының жауабын іздейміз. Мына жерге Алматы деп жаз. Сенікі шықты ма? Жауап Астана. Неге? Иә, дұрыс. Келбет блогынан. Жарайсың, өте тамаша. Мына жерге алып алсақ, шыны жерге алып алсақ. Егер ондан алмайсың, егер ондан алмайсың, егер онда әйтпесе дегенді алмайсың. Егер онда деген өзін аласың. Одан кейін барып операторлар блогынан
Станциялар блогына кіріп, жалға, бұл жерге Алматы деп, Астана деп. Одан кейін Келбек блогынан иә, дұрыс деген жауап. Жарайсың, болдың ба? Сән енді тексеріп көрші. Бір оқушы болды, екінші оқушы болды, және кім болды? Енді мына жерде болды. Жарайсың, өте тамаша. Енді теңдік операторлар блогынан салыстыру операторын аламын. Теңдік бар. Жарайсың, өте тамаша. Жауап Астана деу керек. Бізде Қазақстанның бас қаласы Астана деп. Иә, жас екен еді. Неге сен мына депсің ғой, мына жерде Қазақстанның астанасы қандай деп жазылады ба? Жас жерде Қазақстанның астанасы қай қала? Астанамыздың атауы қандай деп жазылады? Бас қаламыздың атауы қандай деп жазылады? Шықты ма сенікі? Сенікі шықты ма? Жаз тұр. Алматы деп жаз, одан кейін екінші Астана деп жаз. Бірінде қате, екіншісіне дұрыс дейді. Біз бұл жерде логикалық операторлардың немесе логикалық операторын пайдаланды. Түсіндік па оқушылар? Маңыз. Қате деп тұр, иә? Енді қайтадан жасыл жауаптан басамыз. Енді Астана деп қарашы. Астана. Иә, дұрыс деді. Кімдікі? Жансұранікі шықты? Кімдікі сенікі шықты ма? Мына баламдікі шығайын деп тұр. Иә, жаз. Алматы деп жазып қойшы. Сәлеме. Неден жаз Келбек блогынан сәлем дегенді алды. Сол жерде Алматы. Иә, дұрыс деп тұрмыз. Енді тексеріп қараймын. Мен мына баламдікі болайын деп тұр. Не жерде жаз? Алматы деп жаз. Тоқта. Мені қоймады ғой, курсорды ал жаза бер. Астанамыздың атауы қандай? Біздің бас қала ғой, Астана деген бас қала екеуі бір ғой, білеміз ғой, иә? Мына чертикін бас. Кімдікі болды? Сенікі де болды ма? Жарайсың, өте тамаша. Қазір шығарамыз. Енді Алматы деп жазып қойшы, Алматы. Сен жаз. Мына бас. Сен бір жерде қателескенсің, иә. Астана. Біріншінде Алматы деп жаз. Астана деп жаз. Енді Астананы жазғанда дұрыс деді ма? Қайттан бас. Астана деп жаз. Астана. Дұрыс деп шықты ма? Жарайды, өте тамаша. Осымен енді бүгін тақырыпқа түсіндік па? Қазір бүгінгі тақырыпқа түсіндік па оқушылар? Мынаған түсіндік деп жазыңдар. Қазір айлерге кері байланыс білдіремін. Қазір сұрақтарға жауап беремін. Қосымша сұрақтарға. Мынаған бүгінгі тақырып түсінікті болды ма? Скринде жұмыс жасап көрдік па? Мынаған бүгінгі тақырып түсінікті болды ма? Не түсіндім, не түсінбей қалдым? Түсінбей қалған жеріңді жазып, ана жерге білдіремін. Жарай ма оқушылар? Енді сұрақтарға жауап берейік. Бүгінгі тақырып түсінікті болса, сұрақтарға жауап беремін. Операторлар блогы нешеге бөлінді? Үшке. Логикалық және арифметикалық екіге бөлінген. Дұрыс екен, жарайсың, отыр. Операторлар блогы қандай түспен берілген дедім? Жасыл. Кел. Жарайсың, өте тамаша. Отырамын. Операторлар блогын
операторлар қарапайым математикалық амалдарды қолданудың логикалық жарайсыңдар, өте тамаша, барлықтарыңдар өте тамаша жауап беріңдер. Жарайсыңдар. Сонымен енді кері байланыңыз. Сұрақтарға жауап беріп, бүгінгі тақырып түсінікті болды ма? Енді ана қолдарыңыздағы стикерлерге егер түсінбесеңдер болса, түсінбеген болсаңдар, түсінбедік, түсінсеңдер, түсіндік, қай жерден түсінбей қалып, соның барлығын жазып, мына жерге жібереміз оқушылар. Қолдарыңызда берген жаңағы мыналарға жазамыз, иә, тек мына жерге жібереміз. Маған сабақ ұнады, маған ұнаған жоқ, не болмаса сабақты өзгерткім келеді, түсінбеген жерлерім болса жазыңдар. Келіңдер, айтыңдар. Бір жағы, жапсақ жағы, иә, жапсақ. Жарайсыңдар, өте тамаша. Болдық па бәрі? Бүгін өте жақсы жауап бердіңдер. Сұрақтар түсінікті болды ма бүгінгі тақырып? Скретч программасымен жұмыс жасауға оңай ма екен? Ол скретч программасының екінші бір нұсқасын көрдік па? Мектепте біздер тәрбие етуінде басқа нұсқа тұрады, иә? Мынау бүгінгі нұсқамыз басқа нұсқа. Бүгінгі тақырып бәрі түсінікті болды ма? Сонымен операторлар нешеге бөлінеді? Екіге. Қандай? Арифметикалық, жарайтындар, өте тамаша. Біз манада бір компьютерда отырдық, енді көзімізге сергіту сәтін жасап берейік, былай айналамыз көзімізді. Одан кейін былай айналдырамыз. Жоғарыға төменге қараймыз. Және бір жерге қадалып тікіліп қараймыз. Сергіту сәтіміз аяқталды. Жарайтындар, өте тамаша. Отырамыз. Ереже жазылған, соның барлығын жаттап, біліп аламыз, жарай ма? Бүгінгі түсінгендеріңізге дәптерлеріне жазып қойыңдар, жарай ма? Бүгінгі түсінгендеріңізге мына жаттап қоямыз дәптерлерімізге ережені. Ережені жаттап аламыз. Жаттап ал дәптерін. Ережені бәрін жаттап аламыз. Дәптеріне жабыстырып қой. Дәптерлеріне жабыстырып қоямыз. Дәптерlerine жабыстырмаларсыңдар. Үй жұмысы енді қараңдар. Үйге барғаннан кейін үй жұмысы бүгінгі логикалық операторларды өттік. Логикалық операторлар біздің операторлар блогымыздың скретч программасына 10 блоктық операторлар блогында орналасқан деп жазып алыңдар. Операторлар екіге бөлінеді. Логикалық және арифметикалық деп жазып алыңдар. Одан кейін бұл қандай мәндерді анықтады? Жалған деген мәндерді нақты анықтап береді. Логикалық операторлар және немесе емес деген логикалық операторлармен таныстық деп дәптерлеріне жазып, жаттап аласыңдар. Түсіндік пе? Иә. Жарайсыңдар, өте тамаша. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.